Сәлем балақайлар, сендермен бірге Әли мен Айша. Достар, сендерге қызықты ертегі оқып берейік пе? Ендеше тыңдаңдар. Ертеде өзі сондай салмақты ауқатты Морис атты көпес болыпты. Оның 3 ұлы және 3 қызы бар екен. Қалғанын бірге тамашалайық, достар. Күндердің бірінде Мористің жүк тиелген кемелері суға кетеді. Морис қарыздарынан құтылу үшін үйін байлығын сатады. Солайша олар жұпыны жерге көшіп келеді. Әке, аға, келіңдер, ас ішеміз. Біз ішпейміз. Иә, ішпейміз. Мұнанда үйде енді қалай тұрамыз? Құдайым-ау. Тамақ несі ішпейм, енді қалай күн көреміз? Амал табу қажет. Иә, амал табу қажет. Бірге табамыз. Әке, кіруге рұқсат па? Кел, қызым. Әке, ас ішіңіз. Аш емеспін күнім. Әке, уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Иә, қызым, ертең қалаға баламын, жұмысыма демеушілер іздеп көремін. Әке, бізге жаңа әтір, көйлек, жаңа үлгіде әшекейлер ерін далабын әкеп бер. Солайша Морис қалаға жол тартады, алдында не күтіп тұрғанынан бейхабар. Морис базарға жетеді. Мористің жолы болмай басы салбырап қайтады. Үйіне қайтарда Морис адасып алдынан көптеген қиындықтар шығады. Мористің алдынан қасқырлар шығады, одан қашамын деп, Морис шұңқырға құлайды. Солайша Морис ұзақ жүріп алдынан зәулім сарай шығады. Морис сарайға бет алады. Морис сұлулыққа таң қалып сарайға кіреді. Мұнда біреу бар ма екен? Мұнда кім бар ей? Ашыққан Морис тамаққа тойып алады. Кім болсаңыз да рахмет, мен адасқан жолаушы едім, рахмет. Сәйгүлігім, сен тірісің ба? Вау, бұл не құдірет, не деген байлық. Қызым Бел Раушан әкелуімді сұрап еді. Солайша Морис гүлді жұлып алған болатын, алайда жер бет алай дүлей болып Мористі үрей билейді.